Күн жарық болсын, тыңдарман. Сіздермен сіз білесіз бе Айдары. Бүгін қазақ тіліндегі қате қолданыста жүрген сөздер мен сөз тіркестерінің дұрыс нұсқасымен танысамыз. Ұлттық педагогикалық университетке 95 жыл, Сәкенге 135 жыл. Қате, несі қате? Орыс тілінен енген калька тіркестер кейде тіпті 100% калькалап жыл дегенді қоспайтындар бар. Дұрысы, ұлттық педагогикалық университеттің негізі қаланғанына 95 жыл, Сәкен Сейфуллиннің дүниеге келгеніне 135 жыл. Почти сөзіне балама ретінде жүретін дерлік көмекші сөзін сөз алдына немесе өзін ғана қолдану қате. Мысалы, дерлік адамның бәрі, дерлік бүкіл әлем, дерлік бәрі. Дұрысы, сөз соңына қолданылады және жалғыз тұрмайды. Адамның бәрі дерлік, бүкіл әлем дерлік. Жүлдені ұтты. Выиграл деген нәрсенің бәрін жай ғана ұтты дей беруге болмайды, оған көмекші етістік керек. Жүлдені ұтып алды, қарсыласын ұтып кетті деп айтқанымыз жөн. Сол сияқты ұтылды, дұрысы ұтылып қалды. Жасырдық, дұрысы жасырып қойдық. Қазақстан бойынша жеткіземіз, дұрысы Қазақстан аумағында жеткіземіз. Соңғы уақытта, орысша последнее время деген сөз, қазақша дұрыс баламасы кейінгі кезде. Сауатты сөйлейік. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.